Жұмыспен қамту мен жаппай кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі еңбек бағдарламасы басталғалы жыл басынан бері 2,2 миллиард теңгеге жуық несие берілді. Биыл 2700-ден астам адам оқытылды. Мәселен, Сарқан ауданында аталған жоба аясында 40-тан астам адам өз бизнесін бастауға және кеңейтуге мүмкіндік алды. Халықты жұмыспен қамту орталығы өкілдерінің айтуынша, мемлекеттік қолдауға негізінен ауыл шаруашылығы еңбекшілері мұқтаж. Бөлінген шағын несиелердің нәтижесінде ауылдарда жаңа кәсіпорындар, фермалар, көкөніс қоймалары мен бордақылау алаңдары пайда болып, асыл тұқымды мал саны өсті. Пытаемся расширить. Мал бордақылау кешенін ұлғайтуды жоспарлап отырмыз. Барынша автоматтандырылған. Бүгінгі заман талабына сай бордақылау алаңын саламыз. Бүгінде ет бағытындағы малға сұраныс жоғары, әрі ол тез өсіп жетіледі. Нәтиже жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың бағдарламасының екінші бағыт шеңберінде аудан бойынша 41 адам кредит алды. Жалпы сомасы 121 миллион 200 мың теңге болды. Енді кредит алғандардың басым бөлігі осы мал шаруашылығына ауып отыр біздің ауданда.